Құрметті қазақ елі, ассалаумағалейкум. Болдық па, қырғыздармен айқайласып болды. Осымен онда теманы жабайық. Тақырыпты осы жерден жауып тастайық та келесі бетке өтейік. Жалпы бұл қырғыздармен көкпар үшін болған айқайда не түюге болады? Жалпы көп комментарийлерді оқыдым, қырғыздар жазып жатыр, жаңағыдай орыс қырғыз бір туған деп. Және біздің кейбір қазекеңдер оларға ренжіп жатыр да, неге олай дейсің, сенің бір туғаның біз едік қой деп. Жоқ, бұл жерде қырғыздардікі 100% дұрыс. Қырғыздар орыспен шынымен де бір туған. Себебі қырғыздар өзінің түпкі тамырын ұмытпайды, олар Енесейден келген. Ал Енесей кімнің жері? Әрине Ресей Федерациясы мен орыстың жері. Сондықтан қырғыз орыс бір туған дегенге менің еш қарсылығым жоқ. Оған нақты дәлел ретінде бұл қырғыздарда кезінде Шыңғыс Айтматов деген жазушы болған ағайын, сол айтқан болатын, Енесейдің бойында бұғы баққан ел едік деп. Сол сияқты қырғыз бен орыс ешқашан бөлек болмайды, Қырғызстан мен Ресей ешқашан бір-бірінен бөлек болмайды. Оған нақты дәлел ретінде Қырғызстанда тәуелсіздік күні болды ма, конституция күні ма, білмеймін, осы жақын араларда болған. Сол кезде Брежневтің, Сталиннің, Лениннің суреттерін кәдімгі площадьқа алып шығып жүрген халық болатын. Олар осымен өзінің ілтипатын Ресей халқына деген көрсеткісі келді. Оған ештеңе біз дей алмаймыз, ол өздерінің таңдауы. Қырғыз халқына бар, сендердікі дұрыс емес деп айтудан аулақпыз, себебі олар бөлек мемлекет, біз үшін бөтен мемлекет, сондықтан оларға барып ештеңе айтуға құқымыз жоқ ағайын. Осымен әңгіме жабылсын. Шынымен де орыс пен қырғыз бір туған, ол ақиқат, дәлелдеп бердім. Енесейден, Айтматовтың сөздерінде айтып бердім Енесейден деп, сондықтан бұл темаға қайтып оралмайық болды. Ең бастысы, қазақтың бауыры қазақ қана, және біздің өзіміздің бір туғанымыз өзбек ағайындар екен. Көзіміз тағы да бір жетті. Футзалдан әлем чемпионатында бізді қалай қолдап жатыр өзбек әкелер, гәп жоқ, рахмат үлкен. Міне ағайын, түйін осы. Жалпы қазақтың жігіттері бір-бірімізді қолдап жүрейік, қазақтың жігіттері бір-бірімізді сақтап жүрейік, елге, жерге, қатын балашаға ие болайық қазақтың жігіттері. Қазақтың жігіттері негізі керемет қой, шіркін, мәрт шет-шеттерінен. Ол ақиқат, бірақ осы мәрттігімізді, кереметтілігімізді бірлігімізбен жалғайық. Қазақстан алға, қазақтың жігіттері алға. Бір болайық жігіттер.